Қазіргі таңда жануарлардың көп түрлері жойылып бара жатқанын немесе жойылып кету алдында тұрғанын жиі естиміз. Аңшылық, климаттың өзгеруі және басқа да факторлар жануарлар түрлерінің жойылу жылдамдығын күшейткен болатын. Бүгінгі шығарылымда толықтай жойылып кеткен жануарлармен танысатын боламыз. Сіздермен жұмбақ әлем. Ал ендеше бастайық. Гигантопитектер – бұл жануарлар қазіргі Азияда 100 мың жыл бұрын өмір сүрген. Олар жер бетіндегі ең үлкен маймыл түрі саналған. Бұл тіршілік иесінің биіктігі 3 метр, ал салмағы 540 килограммға дейін жеткен. Олар гориллалар мен шимпанзелер сияқты 4 аяғымен жүрген деп есептеледі. Бірақ кейбір ғалымдар адамдар сияқты 2 аяқпен де жүре алған деп санайды. Pulmonoskorpius – бұл жаратылыстың ғылыми атауы тыныс алатын скорпион деп аударылады. Ол шамамен 330 миллион жыл бұрын тас дәуірінде өмір сүрген. Шотландияда табылған қазбаларға сүйене отырып, ғалымдар бұл түрдің ұзындығы 76 сантиметрге дейін жеткен деп санайды. Ол құрлықта өмір сүріп, кішкентай жәндіктермен қоректенген деп есептеледі. Қылыш тісті жолбарыстар смилодон тұқымының ірі мысықтарының бірі саналады, ал атауы 7 дюймді құрайтын ұзын тістеріне байланысты берілген. Бұл олардың жақтары 120 градусқа дейін ашылатынын білдіреді. Бұл жануарлар қазіргі Америка аймағында мұз дәуірінде өмір сүріп 10 мың жыл бұрын жойылып кеткен. Қылыш тісті жолбарыстар күшті тырнақтар көмегімен бұғылар мен буйволдармен тамақтанатын жыртқыш аңшылар болды. Мегалодон – қазіргі акулалардың арғы атасы саналатын 20 миллион жыл бұрын өмір сүрген су жыртқышы. Ғалымдар 18 метрлік табылған дене сүйегінде 2 метрлік жақтың 5 қатарында 276 тіс болғанын анықтады. Олардың жақтардың тістеу күші 18 тоннаға дейін жететін болған, ал салмағы 35-40 тоннаны құраған деп болжайды. Мегалодон планета тарихындағы ең ірі су жыртқышы. Ол алып теңіз тасбақалары мен киттермен қоректенген. Мұз дәуірінің тағы бір жануары 450 мың жыл бұрын өмір сүрген қалың жүнді мамонттар. Бұл жануарлардың сүйектері солтүстік Америка мен Сібірде табылды. Мамонттардың биіктігі 3,5 метр, салмағы 8 тоннаны құраған. Алдыңғы қисық тістерінің ұзындығы 4 метрге дейін жеткен. Денесі 80 сантиметрге дейін қалың жүнмен жабылған делінеді. Ежелгі мамонттар қарабайыр адамдармен бір кезеңде өмір сүрген. Негізінде адамдар оларды аулаумен айналысқан делінеді. Бірақ тарих ғалымдары адамдардың мамонттарға күші жетпеуі мүмкін деп болжайды. Жайылымдық жерлерді ормандар басу себебінен, яғни климат өзгеруінен бұл алыптар толықтай жойылып кетті. Фарарокос құстары. Бұл жануар шамамен 60 миллион жыл бұрын кайнозой кезеңінде оңтүстік Америкадағы ірі жыртқыш құстардың жойылып кеткен тұқымы. Жер бетіндегі ең үлкен ұшпайтын жыртқыш құс саналады. Биіктігі 3 метр, салмағы жарты тоннаға дейін жеткен, ал жылдамдығы гепардпен тең болған делінеді. Мұндай жануар артымыздан қуса қашып та үлгермейтін шығармыз. Жалпы жануарлардың толықтай жойылып кетуі әрине қайғылы, бірақ дәл осы жануарлар біздің ғасырда кездеспейтіні дұрыс та болған шығар. Менің бүгінге айтарым осы достар, ал сіздер каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.